Әлемнің ұлы тұлғаларының қанатты сөздері миллиондаған адамдардың өмірде ұстанатын ережесі болды. Себебі олардың істеген істері, еңбектерінің қоғамдағы беделі өте жоғары. Қазақ әдебиетінде де ұлы еңбектер жазған ұлы жазушылар жетерлік. Оларды да ұмытпағанымыз жөн. Түсінбеймін. Қара дорба кедейлер теңдік алсын, бір дейлік орнасын. Бірақ бәтірау, осы халықтың кер киімі, шерасы бірдей болғанмен құлқы бірдей бола ма? Көтер кәне басыңды. Қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе бар айбының? Көтер кәне басыңды. Күніңді босқа өткізіп бедің. Тағдыр неге сыр айтты сарау? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Адамның шын мағынасымен адам болу үшін өзін сүюі, жақындарын сүюімен қанағаттанбайды. Жалпы адамзатты сүюі шарт. Осы өмірден басқа өмір жоқ болатын болса, жарылыспен жағаласып, адамдармен арпаласып, өмір сүргенше жасамаған артық емес пе? Өтіріктің тілін тия алмаған адам арамдықтың шындығын тия алмас. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Оқыса білім бұлағы, оқыса елдің ұланы, тірілтіп елге жан бітіп, ел үшін жұмақ қылады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Еріншектік күлі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Елбасы топбасыларына тоқтай білетіндігі мен намысқойлығы. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Әдебиет ұлттың жаны, ұлттық сана тағдыр, жан дүниесі, көркемөнердің басты тақырыбы. Таптық жік арқылы әдебиет жасалмайды. Қазақтың қасиетін тану Абайды танудан басталмақ. Халқымыздың сөз өнерін зерделеу Абай тағылымын бағамдаудан байқалмақ. Абай қазақ тарихындағы қайталанбас сом тұлға. Абай биігі халқымыздың көркемдік ой танымында ешкім жетпеген заңғар. Жақсылық жолында келе жатып, жаман әдет көрсетпе. Дүниеде әйелдің көзінен артық қызықтыра алатын, әйелдің көзінен артық сиқырлап тартып кете алатын күш жоқ қой деймін. Байлық, бақ, мансап, тіпті қоғамдық дәреже дегендердің бірде-бірінде ондай күш жоқ. Бәрі бірге қосақталып келіп, мойныма асыла кетсе, мен бәрін сілкіп тастап, оқтай қадалған әйел көзіне қарай жүре берер едім.